Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш, құрметті бүгінгі мына біздің Zoom-ға қатысушы жаңадан келген қонақтарымыз бар шығар. Партнерларға да сәлемдесейік, сәлеметсіздер ме? Мынау бүгінгі енді маған тапсырып осы ақша жолын өзіңнің білгеніңмен бөлісіп берші деп маған наставнигім Ерлан Бөгенбайұлы әне күні ат үстінде айта салды, прям Талғат вторник күні сен жүргізе сал деп. Сонымен міне біз жаңағы уже солдат сияқты болып кеткенбіз ғой. Сразу все хоп болады, жүргіземіз. Алдық. Енді өзім бар білгеніммен бөлісемін. Білетінім 19, білмейтін 99 деп мен постоянно айтамын, бәрін біліп кеткен жоқпын. Сіздер сияқты адамбыз. Енді мен өзім жайлы айтатын болсам, мен 4 балам бар, 4 баланың әкесімін, келіншегім бар, Гүлнар Асанбаева деген. Әке шешем бар. Өзім 18 жыл жүк көлігін жүргізген азаматпын. Осы компанияға қалай келдіңіздер дейтін болсаңыздар, енді ер жігіттің мойнында қыл арқан шірімесін дейді. Жаңағы өзім бір ТО аштым, сол жерден құладым, банкрот болдым. Бірақ тағдырдың тәлкегімен әйтеуір өйтіп бүйтіп жүріп осындай компанияға да келдік. Бұның алдында бір компанияға келгенмін. Сол компаниядан бір 3 жыл бір университет бітіргендей болдым сол компанияда жүріп. Шынымды айтатын болсам, именно мен басында сол компаниядан жаңағы ақша таппай жүрген кезімде мен бір андай өкінішім болатын, қайдан осы компанияға келдім, неге келдім, дымды ақша тапқан жоқпын ғой деп. Мен осы компанияға келген кезде мен Аллаға шүкіршілігімді айттым, Аллаға рахметімді айттым. Рахмет Алла, мені сол компанияда 3 жыл жүргізгеніңізге. Неге? Өйткені жаңағы ол компанияда жүрген кезімізде, енді жамандамаймын қазір, ол компаниядан бізде күнде кешкі жақын жаңағы ОМП дейді, открытый маркетинг план дейді, сондайға баратынбыз. Құдайдың құтты күні, бүгін Алматыда болса, ертең Ұзынағашта, бүрсігүн Шелекте, оның арғын Қапшағайда, сөйтіп бізде бос уақыт қалмайтын. Именно кешкі жақын болатын ол живая встреча, жаңағы ОМП дегеніміз. Именно кешкі жақын, өйткені елдер жұмыстан келеді, сол адамдарды шақырып келсін деп, сондай живая встреча ұйымдастыратын ол компанияда, бірақ күнде болатын. До такой степени күнде болғаннан жаңағы выгорание болып кетті менде. Уже адам таппағаннан кейін, ертіп баратын адамың жоқ болғаннан кейін, салпандап өзің ғана барғаннан кейін уже барғым келмей кетті, ақша таппағаннан кейін. Енді бала-шаға бар, жаңағы бала-шағанда тамағы бар деген сияқты. Сонымен амалдың жоқтығынан ол компанияны қойдым. Қойып, енді не істеймін деп жүрген кезімде мен Европаға кетем деп шешім шығарғам. Европаның алдында да басқа бизнес пландарды сызып көрдім. Даже үйімді залогқа қойып фура сатып алам ба деген әке шешемнен рұқсат сұрап едім. Әкем тұрды да айтты, балам, үйіңнен айырылып қаларсың енді, өйтіп рисковать етпей ақ қой үймен. Оданша басқа варианттарды қарастыр деп. Сонда мен Европаға водитель болып, шопыр болып кетем деп, жаңағы Литва деген мемлекетте ГРТК деген компанияға документ жинап жатқан жерімнен осы компанияны тапқам. Сол кезде міне алдарыңызда отырған Ерлан Бөгенбайұлы мен Болат Таматаев мырзаның бір минуттық ролигінен мен келген адаммын. Сол кезде Ерлан ағамыз Болат ағадан сұрап жатыр: Була, ты за 5 лет сколько кредитов закрыл деп. Сол кезде Болат ағамыз айтып отыр: более 20 миллионов, 15 банктан алған кредит. Сол кезде мен адамдарға қазір сөйтіп айтатын болсаң, не может быть, 15 банк кредитті бірден бермейді деп айтады сразу, сразу минусын іздейді адамдар. Мен сол кезде сондай бір минусын іздемеппін. Мынау компанияда ақша бар, мен мына кісілермен жолығуым керекпін деген сияқты ғана мен осы кісілерді іздеп жүріп, телефонын әрең тауып, мен осы кісілерді әйтеуір бір әрең жолықтым. Ертесі күні бат салып сразу сатып алған жоқпын. Ерлан ағадан 2 сағат осы бизнес туралы, ақша жолында түсіндім, өнім жайлы да түсіндім. Енді мен негізінде Европаға әлі барам деген оймен отырмын. Ерлан аға айтып отырмын, анау безопасный горение топливаны түсіндіріңіз, тиктокты түсіндіріңіз. Мен Европаға барып, за рулем жүріп, осыны рекламировать етейін бос уақытымда деп, соны ғана айтып отырып, әңгіме арасында Ерлан аға айтады: Европа саған қанша ақша төлейін деп жатыр деп. Содан кейін мен 2200 евро төлейін деп тұр. Ары қаратай менің мінезім бәрі ұнатса, олар ақша қосамыз деп отыр деп едім. Ерлан аға айтты: үйіңе бәрібір 2200 евро жіберем деп ойламай ақ қой. Сенің жүріп тұрысың бар, біраз ақшаларың кетеді. Оданша сен ойланатын болсаң, екеуміз бірігетін болсақ, осы жерден жақсы ақша табуға болады. Сенің мақсатың не деді маған? Қанша айына ақша тапсаң, саған нормально болатын еді деген сияқты айтты. Сол кезде мен айттым: 250 мың теңге кредитім бар, мен қазір 1 миллион теңге тапсам, мен рахмет айтар едім деп едім. Табуға болады деді Талғат. Бірігетін болсақ табамыз деді. Сол кезде қарасаңыз, бұл кісілер, біз на земле работали, қазір интернетке көшіп жатырмыз. Егер давай дейтін болсаң, пожалуйста,
деді, жарайды дедім. Енді аузы күйген үрлеп ішеді деген сияқты. Мен соның өзінде жаңағы ақшамды үйден алып бармағам, ақшамды үйге тастап кеткем. Қайдан білем қандай компания екенін. Сразу сол жерде отырған жерінен жаңағы гипнозбен ақшамды алып қоя ма деген сияқты түрлі ойлар болды ғой. Сол ақшамды үйге тастап кеткем. Сонда үйге ақшама келіп, оның ертесі күні барып па заказ жасағам. Так, изменить язык немене дейді? Отмена. Сонымен сөйтіп ертесі күні барып Ерлан аға сразу маған заказ жасап берді да, бір пачка LF8-ді берген. Талғат, өнімің келген кезде бересің деп. Сол кезде енді шешеме 10 капсула, әкеме 10 капсула, өзім 10 капсуланы алып, сол кезде ішкеміз. Сол кезде Ерлан аға сұрағанменен, Талғат, қалай, результат бар ма, энергия появилась? Ол кісі көріп тұрды, мен депрессияда, стрессте жүрген көріп тұрды сол кезде менімен сөйлескен кезде. И күнде таңертең звондайды, что там, энергия бар ма? Мен айтамын, білмеймін, чувствовать етпеймін. Содан кейін бір күні 8-ші күні ма қарасам, есік алдында уже скалкалкамен секіріп жатырмын. Ерлан аға айтады да, скалкалкамен секірдім десем, Ерлан аға, энергия қайдан келіп жатыр? Сенде ондай жоқ еді ғой деген сияқты, иә. Сонда өзіміз байқамай қалғанбыз. LF8 бізге сондай күшті не берген, иә. Содан кейін осы жерде жақсы оқушы болып жүріп, енді бұл кісілер жаңа на земле жұмыс істедік дейді ғой, иә. Бұл кісілер, получается, кәдімгі лестницамен жоғары қарай көтеріліп келе жатқан. Мен келген кезде, анау қазіргі торговый центрларда эскалаторлар бар ғой, который сіз каждый ступенькасына тұра қалсаңыз, эскалатор өзі көтеретін. Көрдіңіз ба? Сондай жүйені бұл кісілер құрған мысалға. Система 2x2-ны құрған Ғалия Бекенова мысалға. Ол жаққа атсалысқан Болат ағамыз, Ерлан ағамыз, осы кісілердің бәрінің арқасында сол система құрылған 2-2. Енді қараңыздар, біз қазір каждыйымыз сол эскалатормен көтеріліп жатырмыз. Ешқандай біз Американы придумывать етіп жатқанымыз жоқ, біз тек қана жүйемен жүріп жатырмыз, иә? Тек қана жүйемен жүретін болсақ, біз енді ойлаңыздар, 1000 этаждық біз зданияға көтеріліп баратырмыз. И каждыйымыз эскалаторда тұрмыз. Если эскалатордың баспалдағында құр тұратын болсақ, біз система бойынша ақырындап көтерілеміз. Егер лидер болам десеңіз, эскалатормен баспалдағында тұрмаңыз, еще өзіңіз қозғалыңыз, ары қаратай өзіңіз жүріңіз. Жауапкершілікті өзіңіз алыңыз, каждыйыңыз. Мысалға, мен де сразу келе сап лидер болып кеткен жоқпын. Мені осы Ерлан аға, Болат аға, сол кісілер маған айтып жүріп, ты это сможешь, ты это сделаешь, керемет айттың десе, керемет айтқан екем деп. Біз менің притчам бар ғой, қораз туралы. Жаңағы бірінші этабында жүрген кез керемет айттым екен деп мен ұра бердім. Ұялу дегенді білмедім. Қате жазсам да ұрдым, былай да ұрдым, әйтеуір не істедім, команданы жинадым, иә. Аллаға сансыз рахмет, әлде жиналып жатыр, әлде әрекетім, мен мысалға болдым толдым деп отырған жоқпын, әлде идеяларды күнде ойлаймын, қалай істегенде қалай адам келеді деген сияқты. Ол біз ойлана берген кезімізде ғана миымыз жұмыс істейді. Ойлана беріп, постоянно без остановки ойлана бергенде қалай адам шақырамыз, қалай біз өзімізге мықты лидерларды шақырамыз деп ойлана берген кезімізде ғана бізге идеялар келеді. А так просто бүйтіп жататын болсаң, бір күні келеді деп жататын болсаң, келмейді ешкім. Біз не притягиваем жақсы адамдарды, иә. Эфирде жүрген кезімізде де мен айтып отырамын, байқасаңыздар, менің Аллаға шүкір командам көп, күнде жақсы адамдармен кездесіп жатырмын деп. И оны айтқан сайын мен бүгін ғана соның дәлелі Ерлан аға бүгін бір ролик қойыпты, иә. Біз жаңағы жаяу жүріп келе жатқан кезде нені көбірек айтамыз, сол болады деп. Жаяу жүріп келе жатқан кезде Ерлан аға өзі қойған ролигін. Мен соны қарап, действительно, біз Ерлан ағаның үйреткен бойынша мен действительно соларды істейді екенмін. Бұрын жаңағы сағаттың бірдей болғанына қуануды білмейтінбіз. Қазір мысалға сағатымыз өзінен өзі мен емес, мен бала-шағам қуанады. Сенесіздер ме? Жаңағы 11 болса, мен бала-шағам ана жақта жатып, эс деп айқайлайды. Мына жақта мен айқайламасам, мен естігенше айқайлайды солар. Мен де мына жақтан эс деп айтуым керек. Оның бәрі негізінде өзіңді бір дір еткізіп қуанған сайын бізде обязательно рост болады. Ал если мұңайып жүретін болсақ, анау жаңағы уайым түбі жез қайық, уайым түбі тұңғиық, батасында кетесің, жаңағы арман түбі жез қайық, жүзесінде өтесің дей ма? Солай біз мысалға қазір дым ойламасақ, қораздың, мен негізінде анау жаңа қораздың 4 этабын айтып жүрмін ғой. Сол 4 этаптың бірінші этапта жүре бергеніміз жақсы біздің. Өйткені бірінші этаптағы қораз мысалға мысықпен де соғысады, итпен де соғысады. Бірінші этап кезінде біз адам таңдамаймыз. Подряд айтамыз, иә? Адам таңдамаймыз. Екінші этапқа өтіп кеткенде болады, болмайды деген бар. Үшінші этапта уже біз адам таңдай бастаймыз. Тәкаппарлығымыз ұстай бастайды ақырындап. Анау істейді, анау істемейді деп. Мен ана күні ойлап жаттым да, негізінде сол бірінші этабымыз өте дұрыс екен. Адам таңдамай шақырғанымыз. Именно сол кезде мысалға мен живая встречаларға 7, 8, 9, 10 адам апаратымын. Обычный воскресенье күнгі живая встречаларға 10 адамға шейін апаратымын.
маған ешкім жаңағы сыйлық беріп жатқан жоқ, 10 адам әкелдің деп. Просто мен бірінші этапта жүрдім, мен шақыра бердім адамдарды. Содан кейін жаңағы екінші этап, үшінші этаптарда уже шынымен де тәкаппарлығым ұстай бастады ма, мен өзімді өзім каждый ошибкадан ұстаймын, мысалға, иә, қарасаңыздар. Енді қарап тұрсам, сол бірінші этапқа қайтадан өтуіміз керек. Ұялу дегенді қою керек. Жаңағы даже мен футболистерді зерттесем, оказывается, мықты ойнайтын футболистер критика қабылдамайды. Олардың кішкене миында ақау бар, сондай футболисттер, оказывается, мықты ойнайды екен. Критика сырттан қабылдамайды. Олар допты қисық тепті ма, сырттан біреулер өй деп жатса, ол ұқпайды, естімейді, өзінікін істей береді. Оказывается, біз сондай болуымыз керек кішкене. Сырттан не айтып жатса да біз қабылдамауымыз керек, біз өзіміздікін істей беруіміз керек. Мен соның арқасында аллаға сансыз рахмет, өстіп мынандай компанияда істеп, енді лидер болып жатырмыз. Аллаға шүкір дейміз. Неге? Өйткені шынымен де жақсы оқушы болғанымыздың арқасында. Жақсы оқушы болғанымыздың арқасында, иә. Енді каждыйымыз тура солай істей аламыз. Тура осы эскалатормен каждыйымыз кетіп бара жатырмыз ғой. Просто ары қаратай әрекетімізді қосуымыз керек, өзіміздің идеяларды жан-жақтан қосуымыз керек. Идея қосқанда тоже Американы придумывать етудің қажеті жоқ. Просто ролик түсірген кезде ма, тикток жүргізген кезде ма, адамдарды көбірек шақырғанда, мысалға, просто эфир жүргізе салу емес мақсатымыз. Мақсатымыз, біз эфирге отырған кезде Алладан мынандай дұға тілеңіздер. Аллах тағала бүгін бір менің өміріммен бірге өмірімнің соңына шейін дос болатын адам кездессе екен деген сияқты. И сол болады. Просто так эфирге отыра саламыз. Просто так отыра салғанда, просто так адамдар кіреді, сұрақтарды қояды, и ешкім звондамайды. Ал анандай бір өзіңіз шынымен де сеніп, бүгін адам келеді маған. Сеніп, сіз соны айтып кіретін болсаңыз, міндетті түрде сізге адам сол күні подписываться етіледі. Сол күні сол адам просто сену керек. Сену керек, өзіңіздің іс-қимылыңызға сенуіңіз керек. Жас бала сияқты сенетін болсаңыз, ол міндетті түрде осының бәрі болады. Енді бүгін мен қазір мынау өзім жайлы айтып өттім. Енді өнім жайлы айтатын болсақ, построение мынау өнімдерге ең бірінші очередь біз построениемен өсеміз. Соны түсініп алыңыздар. Просто так бұқты-барақты өнімді айта салатын болсақ, біз өспейміз. Біз не істейміз? Біз наставниктерімізді мақтауымыз керек. Мейлі, мен де осы жерде бірталай адам наставнигімін, иә. Менің партнерларым мені жақсы көру міндетті емес. Бірақ олар өздерінің адамына мені мақтағанның арқасында олар өседі. Мен Ерлан ағаны мақтағанның арқасында өсемін. Қазір менің бүкіл адамым істемеймін деп кетіп қалса да, мен Ерлан ағаның етегіне жабысқан. Етегіне жабысқан. Неге? Өйткені мен ол кісінің білем, ол кісінің артынан мен еретін болсам, аштан қалмайтынымды, иә. Сол үшін де менің артынан келе жатқандар менің етегімнен жабысу керек. Осылайынан наставнигімізді қашан жақсы построение береміз? Бірінші очередь наставникке, екінші очередь продукцияға построение беретін болсақ, мысалға, біз мынау клеточный питаниялардың ешқайсысын семіз айтудың қажеті жоқ. Ары-қарақ айта салыңыздар. Анау жазылам ба десе, жазылуыңыз, жазылмауыңыз деп нетпеңіз, просто айтыңыз, ішуіңіз керексіз. Бұл сіздің қажеттілігіңізді толтырады. Болды, ары қаратай өзі. Содан кейін 2-3 күннен кейін өздері результатын айтады, иә. Построение өнімге деген енді супер өнімдер. Ешқандай жерден, ешқандай немен салыстырамайсыздар. Қанша жерден салыстырып көрдік, ешқандай компаниянікі именно осы өнімдермен не келмейді, иә. Өте мықты өнімдер. Ал енді ақша жолына келетін болсақ, басқа компаниялардан қарағанда 5 есе артық ақша төлейтініне оған да көзіміз жетті, иә. Мен жаңағы компанияда жүрдім. Біз ол кезде каждый партнер 200 балл жинау керек. Ал енді 200 баллды қалай жинаймыз? Өздеріңіз ойлаңыздар. Мына фломастерді саттық 10 балл, мына айтайық, мынау деген одеколонды саттық 15 балл, мына порошокты саттық 20 балл, мынаны саттық 5 балл. Сөйтіп балдардан біз әрең дегенде 200 балл жинайтынбыз. Ал мына біздің компанияда просто стоит сізге бір лез жаңағы или базовый питаниені ала салу, или 2 пачка бикардияны ала салу, или болмаса бір заказ фуйлтапсты ала салу, сіздікі уже получается не істеді? Уже сіз активный партнерсыз. Болды, сізге 200 балл жинаудың қажеті жоқ. Оңай ма? Оңай. Мысалға 3 пачка елеф сатып алсаңыз, 3 пачка елефті бір айда сата аласыз ба? Оп-оңай сатасыз. Маған бар ғой, қазір 300 пачка берсеңіз де бір айда жоқ қылып жіберемін. 300 пачка берсеңіз де бір айда жоқ қылып жіберемін. Маған қазір мен бір айда 15 пачка Ерлан ағаның көзі бар, 15 пачка, 15 заказ фуйлтапсты жоқ қылып жібердім. Бір айдың ішінде. И келгендей жоқ қылып жатырмын. Қазір үлгере алмаймын продажа жағынан. Мен даже енді сол 10 мың теңгеден сатуды тоқтатып, мен каждыйына сілтеме беруге кірістім. Бүгіннен бастап. Бүгіннің өзінде 20-дай сілтеме бердім. Кеше бір видеоролик жібергенмін. Оказывается, бізде өзімізде ограничение.
Мен 10.000 теңгеден фуел тапсты сатпаймын дедім да, и ролик жасамай қойдым. Где-то бір жұмадай ролик жасамадым. И кеше өзімнен өзім тұрдым да, ролик жасай бермеймін ба? Сілтеме сұраған адамға сілтеме бере бермеймін ба деген сияқты не келді да. И сонымен кеше біраз қаланы араладым, кездесу, живая встречалар жасадым. Кеше өзім 4 адаммен кездестім. 4-ші адамда жаңағы ресторанның несі, Пәзілжан деген. Сол жігіттің чанган алған екен, сол екеуміз ролик жасап едік. Бүгін 140 мыңға атып жіберді. Сол роликтің өзінен 20 адам менен сілтеме алды. Мен ол сілтемені, просто сілтемені ғана берген жоқпын. Сілтемені берем, қалай тіркелуді берем, и нені заказ жасайтын бәрін скриншот жасап қойған. Мынаны заказ жасаңыз, мынаны заказ жасамаңыз, мынау не выгодно, мынау выгодно деп бәрін өстіп көрсетіп жіберіп отырмын. Енді ертең нәтижесі болады. Осы 20 адамнан мысалға 2 адам тіркелсе де, мысалға маған $50, 50-ден асады, $55. 2 адам тіркелетін болса. Мен мысалы қалтама не емес, қарап тұрсаңыздар, быстрый старт деген. Ал енді осыны ақша жолын сызып көрсететін болсақ, быстрый старт дегеннен жаңағы быстрый старттан бәріміз осы жерде отырған кісілер, жаңадан келген кісілер әрқайсымыз алып көрген шығармыз $35-дан, Енді соны кейбір кісілер бонус жизнь дегенді білмейді. Бонус жизнь дегеніміз мысалға ол не? Менің кейбір партнерларым, мен қызықпағаннан кейін адамдардың құлағын бұрап, ол бонус жизнь деген өздері жыламаған балаға емшек жоқ дегенде бонус жизньді сұраған адамдардың бәріне түсіндіремін. Видео звонокпен сызып тұрып, доскамыз бар, маркеріміз бар, любойына отырғызып қоямын да, өстім да, видео звонок қоқиямын да, сызып көрсетемін. Мына жерде мынша түседі, былай істегенде былай болады деп мен сызып көрсетемін адамдарға. Ал енді қазір осы жерге мен өзім сызып көрсетейін сіздерге. Сіздер егер бонус жизньді түсінбей жүрген кісілер болатын болса, бәлкім түсініп алатын шығарсыздар. Мен даже осы бонус жизньді Ерлан аға маған 5-5 сызып берген кезінде, мен мынандай ақ қағазға, А4-ға әкеліп алып, стенаға іліп қойып, күнде таңертең мен өзім дауыстап айтатын. Я это сделаю. Мынау ерунда 5-5. Мен бұны жасаймын 5-5. Күнде айтатым. И сол айда мен 5-5 жаптым. Мен 5-5 жапқанда былай болдым. 3-3 жаптым. 3-3 жапқаннан кейін Ерлан аға айттым, 3-3 толды, не істеймін деп едім. 4-4-ке цель қойды. 4-4 жаптым. И сол айда 5-5. Сонда бір айдың ішінде мен 3-3-ке старт алған адам 5-5 жауап тастадым. Бірақ мен 5-5-ке қарап күнде өзім айтып жүрдім, мен 5-5 жабамын. Мен 5-5 жабамын. Мен жаба аламын, я это смогу, я сделаю деп ше. Осылайынан жүргеннің арқасында мен 5-5. И содан бері қаратай қанша ай болды 5-5-тен бір нетпедік, Тек қана ақ қағазға әлі күнге шейін сызам, менде әлі күнге шейін. Даже сіздер осы ай кеше бірі болды ғой, кім план қойды? Осы айда қанша ақша табам, қанша бонус жизнь жабам деп план қойдыңыздар ма? Сыздыңыздар ма ақ қағазға? Сызып алсаңыздар, сызыңыздар бұдан былай. Өйткені мынау қағаз бен қаламның ортасында бір тылсым күш бар. Сіздер хотите вы этого? Самый главный жазу. Мен мысалға осы айда $5000 табысқа жетем деп жазыңызшы. Осы айда таппайтын шығарсыз. Келесі айда тағы жазыңыз. Табасыз, бәрібір табасыз, Осылайынан мен өзіме ақ қағазға А4-ға план сызып тастаймын. Айдың басында сразу сызып қоямын. Оны жабыстырып қоямын, оны қоймаймын, жабыстырып қоямын. Мен оны ұйқымнан тұрған кезінде көріп қалуым мүмкін, или жатайын деп жатқанда көріп қалуым мүмкін. Мен оны міндетті түрде бір қарап өтемін, Сөйтіп, даже мен қазір Ерлан ағаның арқасында осы 11 ноябрь күні біздің компанияның 9 жылдығы болады, соған шейін план қойып отырмын. Сол кезде мен уже новый рангқа шығуым керекпін деп ше. Сондай рангқа мен кәдімгідей цель қойып жұмыс жасап отырмын, Солай цель қоятын болсақ, жұмыс жасаймыз. Ал ендеше мен қазір телефон дұрыстап қояйын. Так. Доскамыз көріне ма? Кішкене төмен түсірсең болады. Осылай. Так. Мынау компания, мынау компания BP компаниясы, BP компаниясы. Бұл компанияның құрылған уақытысы 2016 жылы 11 айдың 11 числосында құрылды. 2016 жылдың 11 айының 11 числосында құрылды. Осы жылы компаниямыздың 9 жылдығы тура осы датада болады, 11 айдың 11 күні. Сіздер сол уақытқа шейін өздеріңізге цель қойсаңыздар болады. Бүгін қазір ешқандай бренд партнер емессіз ба? Мысалға, сізде ешқандай ранг жоқ па?
сіз хотя бы серебро болайыншы, осы күні серебро болып марапатталайыншы деп, біз 300-400 адамдық сондай бір не ұйымдастырамыз, иә. Сол жерде сіз де красный дорожкамен жаңағындай рандқа шығайыншы деп нетсеңіздер, цель қоятын болсаңыздар, алла бұйырса шығасыздар. Енді қараңыздар, мен осы компанияға 2023 жылы Талғат 81 деген магазин ашылып кірді. Талғат 81 деген. Енді бұл жерде маркетинговый несі планы, бұл жерде бинар и немене гибридный, да? Маркетинг планы өте гибкий, өте ыңғайлы бізге. И содан кейін любой компаниядан қарағанда бұл жерде быстрый старт дегені бар. Қараңыздар, мен алдымда тіркелдім Ерлан ағаның астына. Ерлан ағаның астына тіркелдім. Енді мен өнім алып едім, Ерлан ағаға сразу моментально $35 түсті. $35 моментально түсті. Мен тіркелгеннен кейін 3 пачка ELF-ті сатып алдым. Мен 140, о кезде $137 сатып алдым. Қазіргі жазайын, қазіргі $147 сатып алдық дейді, $147 сатып алдық. Сонан кейін мен келдім да, осы өнімдерден жаңағы штучный мамама бердім, папама бердім деген сияқты. Мамам тұрды да, мен де тіркеліп, мен де істеймін деді. TikTok'ты үйреттім, мамамды тіркедім. Мен бірінші менің потенциалный жаңағы партнерім дейміз ба, Нәсілхан деген магазин ашылды. Ол кісіге 3 пачка ELF алған кезде $147. $147, маған $35 моментальный выплата. Сразу электронный кабинетке түсті. Сөйтіп, мен мына шетімнен өзімнің келіншегіме магазин аштым. Гүлнар деп. Гүлнарға өнім алған кезімізде одан да $35 ақша түсті. Осылайынан 35-35-тен мен уже $70 заработал. Өстіп алдымда уже через TikTok бастаған кезде басында өтірік айтпаймын, солнышко қап тіркелді. Мына яқтан адамдар уже түрлі адамдар кетті. Аттарында ол қазір есептеп есін шығармайды, атын не тамаймын. Каждыйынан $35 түскен кезінде, ең бірінші ай, екінші айларда менде разбросанный болды. Где-то айына $400-500 тауып жүрдім, мен $2000 тапқан жоқпын. Мен сол кезде жизненный бонус дегенді түсінбеген ғой. Мен былайынан тіркей бергем адамдар. Міне яқа тіркей салам, міне яқа тіркей салам, өстіп маманың астына тіркей салам, Гүлнардың астына, бірақ мен бонус жизнь дегенді түсінбегем. Иә? Сол кезде мен группада болғанның арқасында, группада поздравлениялар жүреді да бір. Поздравлениялар. Поздравляю с бонусом жизни 2 на 2, поздравляю бонусом жизни 3 на 3, 4 на 4 деген әңгімелер жүреді. Содан кейін ұялсам да, Ерлан ағадан сұрадым. Ерлан аға, осы бонус жизнь деген не осы? Маған түсіндіресіз ба дедім. Сен бала түсінбедің ме? Мен саған бірінші кездескенде түсіндірдім ғой, ақ қағазға сызып дейді. Ерлан аға, ол кезде түсіндім, бірақ түсінген жоқпын дедім. Сол кезде, үйге кел деді маған. Қазір жет деді. Ол кезде машинамда жоқ, жаяулатып автобусқа отырып Ерлан ағаға бардым. Сол кезде Ерлан аға маған сызып 2-2-ні бірінші сызып көрсетті. Міне 2-2 былай болады, иә. Мысалға, сен өзің астыңнан 2 адам тіркейсің. Жаңағы бір шетінде Гүлнар тұр, бір шетінде Нәсілхан тұр, мен мамам, иә. Енді Гүлнардың астынан 2 адам тірке дейді да, TikTok'тан келген. 2 адам тірке. Мынау кісілер де өнім алсын, каждый жаңағы $127, $147, $137 өнімін қайсысын болса да алсын, өзіңде өнім ал, сол кезде компания саған $100 жизненный бонус береді дейді. Айдың 15 күні $100 түседі дейді. Опа, оны бүйтіп қарадым, $100 нормально. Мына яқтан да 35-35-тен түсіп жатыр ғой. Мынаған 70, мына жаққа 70, мына яқтан да 70 түсті. Нормально. Сөйтіп отырған кезінде бұл кісі 3-3-ті сызды. 3-3, мына жерден 3 адам тіркелді. Мына жерге тағы бір адам қосылды. Сол кезде компания маған $100 орнына $300 береді деді. Бұл бір айда істелінетін конфигурация деп түсіндіріп жатыр. Сөйтіп келген кезінде сенесіздер ме, маған мынау 2-2 өткен жоқ, 3-3 өткен жоқ, вообще қызық емес, бір өтірік сияқты болып тұрды. Сол кезде Ерлан аға маған мынандай не сызып берді. Анау маркерін жазбай қалды, маркер кеуіп жатыр, байқадыңыздар ма? Маған былай сызып берді. Талғат деді, 5-5 шап деді. Міне былайынан. Мына жерде мысалға Гүлнар тұр, мына жерде Нәсілхан тұр. Енді мына жерге Талғат Б-ны аш. Талғат Б. Мына жерге Талғат Д-ны аш. Талғат Д. Енді менде продажа, енді серьезно продажам, оңай, спокойно кетеді продажа.
Ерлан аға айтты, адам табу қиын ба деді, мен вообще проблема емес дедім. Ерлан аға рас қой, иә? Адам табу маған проблема емес дедім. Сол кезде Талғат А деген бар еще. Талғат А. Осылай магазин ашылды. Енді TikToktан келетін адамдарды Гүлнардың астына 5 адам тура осылайынан, Гүлнардың астына 5 адам, мамамның астына 5 адам, осылайынан істеп кеттік енді. Талғат Б-ның астынан 5 адам, Талғат Б-ның астында мысалға қазір Бәтіш апам отыр осы жерде. Мықты лидер. Өстіп, біз адамдарды осылайынан 5-5-ті спокойно жасап бастадық. Түсінбеген адамдарға түсінсін деп әтей сызып көрсетіп жатырмын каждыйын. 3, 4, 5. Енді мұнаның бәрін плюске айландырып шығасыз, өстіп сызып аласыз, ақ қағазға сызып алдыңыз. TikToktан адам келді дейді. TikToktан адам келген кезінде, мысалға, Гүлнардың астынан тіркелді бір адам. Не істедім? Бір адам бар, плюсқа қойдым. Бір адам бар, плюсқа қойдым. Екінші адам келді, плюсқа қойдым. Аламда Талғат анасынан бір адам тіркей саламын. Талғат Д-ның астынан бір адам тіркей саламын. TikToktан келген адамдарды өстіп тіркей бердім. Маған самый главный пока бинарныйға емес, мен жизненный бонусқа жұмыс істеп жатырмын. Мен айлық табысқа жұмыс істеп жатырмын. Ақшаның көбі негізінде бинарныйда, қазір оған да келеміз. Қазір мен айлық табысқа жұмыс істеп жатырмын. TikToktан келген адамдарды осылайынан әйтеуір тіркеп жатырмын. Тіркеп, айдың аяғына шейін мына конфигурацияны толтырам, и мен $700 ақша табам. $700 ғана ақша таппаймын, мынаның каждыйынан түскен $35, мынау магазиндер менікі ғой, мына 5 магазин. Мынадан түскен ақшалардың бәрі менің общий котелыма кетеді. Сонда бір айда есептесек, мен и сереброн жаптым, $2000 таптым, 3-ші айда мен уже $2000 доходқа шықтым, 3-ші айда. И как раз сол кезде президентіміз келетін болды, мен по красной дорожке кәдімгідей признание алдым. Анау признанияны алған кезде вообще менің как будто бір жаңағы Ұлы Отан соғысындағы герой сияқты болып келдім ғой енді. Үйге келген кезде, бай, все, қырам, жоям. Әлі күнге шейін қырып бератырмыз, нормально. Бәрін, иә? Сосын де міне, мынау бонус жизнь, осылайынан сыздыңыздар, өздеріңіз, даже сіздерде мынандай магазинде жоқ болатын болса, продажаларыңыз көбейтіңіздер. Продажа, мысалға, мына жерде 3 пачка LF деп есептетіңіз, мына жерде 2 пачка Бикарди деп есептеңіз, мына жерде бір заказ Fuel-Tap сайына сатыңыз, мынау жерде мысалға 2 Red Jenner деңіз, мынау жерде тағы да сондай сияқты. Короче, бір 6 заказды сатып үйреніп алсаңыз болды. Ары қаратай сіз TikToktан келген адам тіркейсіз. Кемінде сізде 3-3 шығып отырды ғой, кемінде. Жаңа Ерлан аға айтты, 3-3 тапқан адам уже қаяққа кетпейді деді. Неге? Өйткені $300 алып тұр ғой. А мына 5-5-ке біз $700 аламыз 5-5-ке. 4-4-ке $500 аламыз. Көрдіңіздер ма? Самый главный, осы 5-5-ке шығып алыңыздаршы, сонан кейін бинарный өзінен өзі. Қазір менде мысалға бір жақ сильная ветка дейді, слабая ветка дейді. Сильная сторона мысалға, менде уже там почти черный бриллианттың товарообороты тұр. Ал енді мен мына слабый ветка жағымды тура сондай оборот жасайтын болсам, менде сол жаңағы черный бриллиант бола кетем, иә? Алла бұйыртса, оған да келеміз. Енді бинарный доход дегеніміз мысалға жаңағы ең ақшаның көбі, Болат ағамыз постоянно айтатыны, сіздер жаңағы жизненный бонусқа емес, бинарныйға көбірек не қойыңыздаршы дейді да. Жаңағы кім түсінеді, кім түсінбейді, концентрация қойыңыздаршы, бинарный ақша өсетін ақша дейді. Қарасаңыздар, мысалға 2-2 жапқан кезіңізде $1,5 түседі. 2-2 жапқан кезіңізде $1,5 бинарный түседі. Ал бірақ сол бинарный доход уақыт келеді. Қазір біздің жоғарғы жетекшілеріміз алып отыр ғой, неделятына мысалға енді ауызды толтырып айтуға болады, 30 мыңнан астам жаңағы жасыл ақшадан алып отыр, иә? 30 мыңнан ақшам. Соған біз де келеміз, Құдай бұйыртса, біз де келеміз. Қалай келеміз? Оған, міне қараңыздар, бізде бұлайынан бөлінеді. Мынау правая ветка дейік. Мынау левая ветка дейік. Енді қараңыз, менде правый жақта, мысалға, адамдар жаңағы менде Насылхан тұр, одан кейін Гүлнар тұр, одан кейін Бәтшапа тұр. Сөйтіп, менде өстіп правый веткаға адамдар өстіп кете берді, өстіп кетіп баратыр, әлде кетіп баратыр ол жағын. Енді қараңыз, мамам 2-2 жапса, өзі битетті, не істейді? Өзі тағы бір адам мынаяқтан тіркейді, 2 адамын тіркеп, ол кісі $100 өзі ала береді, жизненный бонусын. Бәтшапам осы жерде 5-5-ін жабады да, өзі 5-5-інің ақшасын ала береді. 5-5-ін жабады да Бәтшапа.
каждый партнер өзінің жизненный бонусын жауып кете береді. Ал енді мен не істеймін? Мен левый веткаға, мына наставнический, менде наставнигім мына жақтан наоборот. Мына сызып қойдым. Наставнигім мына жақтан, наставнический веткам жақта, Талғат А жақта, мына жақта менде Талғат А тұр. Талғат А деген магазин тұр. Мен енді TikToktан келгенде, мен мына ножкамды өсіріп жатырмын. Мына жақ сильная ножка, у меня қазір кем дегенде, ол жақта давайте, не будем углубляться, 10 000 балоборот деп қояйыншы, 10 000 балоборот. Ал енді мен мына жақтан 10 000 балоборот жасаған кезімде, 7,5 мың балоборотты мына жақтан, 7,5 мың балоборотты мына жақтан алады да, мені ранг бриллиантаға бір неделяға почти $2000, $2000 ақша төлейді бриллиантқа. Ол 14%, минимум 14%-пен төленеді бинарный. 8%-тен 20%-ға шейін төленеді ғой бинарный. От товарооборота. Мысалға, сіз мына жақтан 10 000 балоборот жасадыңыз, мына жақтан 1000 балоборот жасадыңыз дейік. Енді 1000 балобороттан мысалға 10%-ке шейін төленеді. Ол жерде сізге компания бинарный доход $100 ғана береді. $100 ғана. Ранг серебро бұл, е? Мына жақтан 1000 балл алды, мына жақтан 1000 балл ранг серебро берді. Енді сіз мына жақтан 1000 балл емес, 2,5 мың балоборот беретін болсаңыз, 2,5 мың балоборот беретін болсаңыз. Мына жақтан 2,5 мың, мына 10 мыңнан 2,5 мың алады, мына жақтан 2,5 мың алады да, сізге ранг золото бұл жерде уже 14%-ке шейін төлейді. Бұл жерде уже сізде $280 шейін, $280-300 шейін шығады ранг золотода. Дұрыс па, Ерлан аға? $280-300 шейін шығады. 300 шығады, е. Енді қараңыз, сіз өз жерден 5000 балоборот жасайтын болсаңыз, 5000 балоборот жасайтын болсаңыз, мына жақта сіздегі жаңағы накопительде қалды ғой, сіз ранг золото жапқан кезде сізде 7,5 мың балоборот қалды, е? Оны 1000 анаяққа кетті, жоқ, сізде 6,5 мың балоборот қалды. Енді 5000-ін алады да, 5000 сізге ранг платина. Ранг платина 8%-дан 14%-ға шейін төленеді. 8%-дан 14%-ға шейін төлегенде где-то $700 ранг платинада шығып кетеді өз жерде. $700 ранг платинада. Енді қараңыз, мына жағыңызда істеп жатқан адамдар, ол өзінің балын көтере береді, әркім өз үшін істейді бұл жерде. Әркім өз үшін LF8-ін алады. Мен үшін ешкім алмайды. Мысалы, Бәтшапа мен үшін алмайды. Оның астында Жазира ханым мен үшін алмайды. Бәтшапа үшін алмайды. Әркім өзінің сауда үшін, өзінің бизнес үшін жасап жатыр. Бірақ бал общий көтеріліп жатыр, бәрімізге бірдей. Енді мына жақтан да тіркеген адамдар менікі жоқ емес, бар, өстіп, адамдар тіркелді. Мына жақтан, мысалға, енді Бәтшапа мына менде правый сторонада мықты қазір ножка осы жақ сильный болып тұр, бірақ не угадаешь, қай жағы сильный екен. Қазір мына жақтан мощный бір лидер келетін болса, мына жақ выстреливать етеді. Сол кезде мына жақтағы балдармен мен уже жаңа голубой бриллиант болып кетуім, двойной голубой бриллиант болып кетуім әбден мүмкін да. Бірақ біз не угадаем, қай жаққа қандай. Біз мысалға тіркейтін кез біз айтпаймыз ғой, сен қалай мощный істейсің ба или слабый істейсің ба деп. Біз не угадаемыз, правильно? Біз не істейміз? Біз аламыз да шақ-шақ тіркей береміз и өзінен өзі. Мына жақта еще наставнический перелив. Ерлан аға мысалға өзінің астына, прямой өзінің астына жазған адам менің мынау ножкамның астына келіп тіркеледі. Ерлан ағаның тіркеген адамы менің мына жаңағы наставнический переливтен келген лидер болуы мүмкін. Мықты сондай прокачанный лидер болуы мүмкін. Ол маған қандай балоборот береді. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де вообще адам таңдамай тіркеулеріңіз керексіздер. Енді жаңа 8 түрлі табыс көзі бар ғой, мен 4 түрлі табыс көзіне жетіп жатырмын. Мысалға қазіргі лидерларымнан мен мысалға Бәтшапалардың доходынан мен алуым үшін мен өзім золото кем дегенде жабуым керекпін. Кем дегенде золото жабатын болсам, даже мына кейін менен кейін тіркелген мамам бар, Бәтшапалар бар, кімдер болса да, хоть бриллиант болып кетсін, олардан мен прямой тіркелгендерден 20% иметь етемін да, прямой тіркелген адамдардан. Мысалға Бәтшапаның астына тіркелген Құралай ханымдардан, Жазира ханымдардан мен 10% иметь етемін. Дұрыс па? Осылайынан істейтін болатын болсақ, бізде ақша табу, ол жаңағы менің айтқаным эскалатор. Біз ештеңкені ойластырудың қажеті жоқ, тек қана осы мына бинарныйға и жизненный бонусқа жұмыс істей беретін болсақ, бізде жаңағы 5-ші табыс көзі, 6-ші, 7-ші, 8-ші табыс көзі де келеді. Матч бонус, чека дегенді. Енді қазір мен мысалға қазір жаңағы 1-ші табыс көзі быстрый старт, 2-ші табыс көзі жизненный бонус, 3-ші табыс көзі бинарный доход, 4-ші табыс көзі мысалға уже мен жаңағы лидерларымнан 20% беретін жерден 20% ұстап отырмын, 10% беретін жерден 10%. Енді 5-ші табыс көзіне оған да жетеміз. Жаңағы дембел неизбежен деп айтады ғой Ерлан аға. Сол сияқты оған да жетеміз.
қазір мен өзімнің тапқанымды ғана мен сіздерге көрсетіп отырмын. Енді мынау нені маркетинг планды өте қатты дұрыс түсіндіре алмай жататын болсам, өздеріңіздің каждыйыңыздың осы бизнесқа шақырып келген кісілеріңіз бар, наставниктеріңіз бар. Сол кісілерден маркетинг планды толығырақ, дұрысырақ сұрайтын болсаңыздар, сол жерде сіздерге тағы да дұрыстап түсіндіріп береді. Қазір осы табыстың өзімен де вообще мен ойлаймын, бұл жерде ограничение жоқ ақша табу жағынан. Ограничение тек қана өзімізде ғана ограничение. Әлемде ақша көп, ақшаны мысалға шашып жүрген адамдар бар, миллиондап, миллиардтап шашып жүрген адамдар бар. Почему-то сіз бен бізде жоқ. Неге? Значит, біз өзіміз кінәліміз. Значит, біздің өзімізде что-то бір жерде блок тұр. Надо сол блокты алып тастау керек та. Бәрін өзіміз істейміз, бәріміз өзіміз қолымыздан келеді деп қана өзімізді мотивировать етіп, тек қана мотивация емес, осындай нелермен бөлісіп отырып жұмыс істесек болады енді. Осындай, енді шала болса да кішкене, может, қателіктерім бар шығар. Ерлан аға түзейін деп отырды да түземей қалды. Қателік көп қой енді, пендеміз ғой. Мен айтам ғой, білетінім 19, білмейтінім 99 деп. Сол үшін де достар, қазір мысалға адамдар бірінші очередь келе салатта, жаңағы ең бірінші очередь қарасаңыздар, партнердан қарағанда потребительдер көп адам әкеледі. Байқайсыздар ма? Партнердан қарағанда кәдімгі потенциальный клиенттер көп адам әкеледі. Неге? Өйткені адамдар неосознанно реклама жасайды. Неосознанно реклама жасаған кезінде вообще ойламайды, маған пайда келе ма, келмей ма деп. Олар адамдарға жақсылық жасау үшін айта береді. Ал уже партнер болған кезде уже кішкене пейілдер тарыла бастайды адамдар. Мен айтуым керекпін, маған тіркелу керек деген сияқты. Сол кезде біздің пейіліміз тарылған сайын келетін адамның да жолы тарыла береді. Сол үшін сұрағаныңа да бермеймін, жылағаныңа да бермеймін. Ниетіңе, пейіліңе ғана қарап берем дейді. Сол үшін біз ең бірінші очередь пейілімізді кеңейтуіміз керек. Содан кейін мына продукцияларды вообще құнсыздандырмауымыз керек. Біз дефицит создавать ете білуіміз керек. Каждыйымыз. Бар ма десе, менде бар. Анада 28 мың болатын болса, мен сізге 22 мыңға берем, еще плюс үстінен пластир берем деп айтатын болатын болсаңыз, сіз бірінші очередь өзіңіздің бизнесіңізді өлтіріп жатсыз. Ең бірінші очередь өзіңіздің бизнесіңіз. Неге? Өйткені бірінші очередь сіз құнсыздандыра бастайсыз ба? Өйткені сізден алып тұрған адам, сіз 22 мыңға беріп тұрсаңыз, сізден 18 мыңға сұрауы мүмкін. Какая разница? Ол клиент қой, ол ақша қалып тұр ғой. Клиент всегда прав дегенді айтады да, сізден айтады. Анерде біреу 18 мыңға берем деп тұрса, сіз 18 мыңға да бересіз ба? Пластермен қосып еще. Жоқ, сіз қашан жаңағындай айтасыз? Жоқ, бұл продукцияны сіз 28 мың теңгеге алып тұрғаныңызға қуаныңыз. Өйткені бұл продукция бізде қазір көп адамдарымызда жоқ болып тұр. Менің өзімде соңғы бір 2 пачка қалып тұр. Алам десеңіз алып қаңыз, алмайым десеңіз міне заказ жасап бере аламыз деген сияқты. Лучше адамдарды тіркеуге тырысыңыздар. Продажаға емес, тіркеуге тырысыңыздар. Просто мен сіздерді үйретіп кетті деп айтпаңыздар. Просто мен өзім үшін ғана емес, бүкіл командам үшін қазір айтып отырмын. Неге? Өйткені біз дефицит создавать ете білуіміз керек. Дефицит создавать еткен кезде, мысалға қараңыздар, обычный бензозаправканың бензинін қымбаттатын кезде біраз заправканың бензин жоқ қылып тастайды да, бір-екі заправкаға нет қояды. Бензин барақ қояды. И сонан кейін адамдар очередьқа тұра бастайды. Адамдардың ойы қымбатшылықта емес, дефицит болмай-ақ, әйтеуір свободный алсақ қой, қымбат болса да свободный алсақ қой деген сияқты адамдардың ой сөз жерге келген кезінде қымбаттата салады да, бүкіл заправканы ашып қояды. Байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма? Ол уже бізде уже кәдімгі сондай қойылады. Бізде неге сондай дефицит создавать ете алмаймыз? Біздің товарымыз не, құнсыз ба, не? Қурайдан жасалған товар ма, не? Неге оны құнсыздандырамыз? Каждыйымыз. Сол үшін бұл товарды біз міне, сіз бен біз осы жердегі лидерміз ғой. Біз осы товардың басында отырған, мынау 100% адамның ішінде 1% болып, сіз бен біз отырмыз осының басында. Енді сіз бен біз осыны құнды қылуымыз керек, дефицит создавать етуіміз керек. Сразу бар деп айта салғаннан гөрі, менде жоқ болып тұр, сіз тіркеліп алсаңыз, менен де арзан алатын едіңіз. Или менде бірақ пачка болып тұр, ауыз тисеңіз болады, содан кейін тіркеліп алсаңыз болады деп құндандыр, жаңағы дефицит создавать етуіміз керек айтмай келген. Просто компания емессіз ғой сіз. Сізге мысалға 0,2 иммун келді ма? Мұрныңызға себетін, сіз компаниясыз ба подарить ететін? Компания сізге подарить етті, партнерға. Сіз партнерсіз. Сіз алыңыз да, оны өзіңізге алып қалыңыз да, қалған өнімді қымбат қылып сата беріңіз. Қымбат қылып сата беріңіз.
Ол 1-2 мың теңге қымбат сатқанда ештеңе жоқ, чем арзандатқаннан гөрі. Біз өзіміздің өнімімізді өзіміз қымбаттатуымыз керек. Өйткені ертең біздің бизнесіміз құлайды, бүйтетін болсақ. Бизнесімізді құлатпас үшін кешірім сұраймын тағы да бірлес. Просто кешірім сұраймын. Өнім бұл өте құнды өнім. Өте құнды өнім. Түсінген адамға қаншама адамдар онкологиядан жазылып жатыр. Қаншама адамдар грыжа, протрузиядан, қаншама адамдар бүгін даже менің группамда жазып жатыр, иә, витилигадан жақсы болып жатыр деп. Витилигадан күшті болып жатыр деп Гүлмайра деген кісі жазып жатыр. Қандай керемет, алғыс алған қандай керемет. Мен алғыс алған сайын мен қанаттанамын, мен самғай бастаймын, одан ары айта беремін адамдарға. Білмеймін енді, осы жерде артық бірдеңе айтып кетіп жатсам, Ерлан аға кешірім сұраймын. Завершил? Дұрыс дейді. Жоқ, иә, адам қалдырайық. Рахмет Талғат, керемет школа. Енді шынында да әр адам жаңа салат айтты ғой, кішкене бір жерін түзейін дедім де түзеген жоқпын мен. Ол неге десеңіздер, әр адам өзі через себя дейді ғой, өзінен өткізу керек. Сол кезде ғана адам өседі, сол кезде ғана түсінеді. Сол үшін қателік деген болмайды біздің бизнесте. Біздің бизнесте келесі ступеньға шығам деген ғана болады. Сол үшін әр адам осы жерде 60 партнер отыр ма? Каждыйыңыз қалай білесіз, соны айта беру керек. Хотя бы 2 на 2-ны жаңа Талғат сызған құсап үйреніп алып, 2 на 2-дан бастап 3 на 3-ні біліп алсаңыздар, ары қарай өзі жол өзі ашыла береді. Рахмет Талғат. Рахмет Ерлан аға. Солай.